Бұрынғы вице-министр қамауға алынды, қымбат көліктер және жылжымайтын мүліктер анықталды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет бас прокуратурамен бірлесіп пайдалы қазбалар кен орындарын берудің заңдылығын тексеру нәтижелері бойынша индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің лауазымды тұлғаларына қатысты сотқа дейінгі тергеп тексеруді бастады. Бұл туралы Антикордың баспасөз қызметі хабарлады. Ведомство өкілдерінің мәліметінше, министрліктің лауазымды адамдары жекелеген кәсіпкерлік субъектілерінің мүддесінде әрекет ете отырып барлау, сылтау мен аукцион өткізбестен пайдалы қатты қазбалар қоры белгіленген кен орындарын заңсыз бергені анықталған. Бұрын жүргізілген барлау фактісі құжаттарды бұрмалау арқылы әдейі жасырылған. Нәтижесінде лауазымды тұлғалармен үлестес кәсіпкерлер қол қою бонустың ең төменгі құны үшін өндіруге дайын кен орындарын алды. Кен орындарын сату бойынша аукциондар өткізілмегендіктен мемлекет ондаған миллиард теңге алмаған. Аталған дерек бойынша тергеу жалғасып жатыр. Тергеу мүддесі үшін өзге ақпарат жария етілмейді.